Бүгін Әлихан Бөкейхан университетінде алқа билер соты бүгіні мен ертеңі тақырыбында халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Нұрлан Уранхаевтың қатысуымен өткен конференцияда Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының отставкадағы судьясы Әділ Құрықбаев, жоғарғы соттың судьясы Досжан Әмір және де Ресей, Қырғызстан елдерінен заң ғылымдарының докторлары онлайн форматта қатысты. Бүгін ертең деген себебі біздің президентіміз алқалы бері заңға өзгерістер енгізген. Бұрын баптың қандай баптармен қаралып, алқабилердің қатысуымен істер қазір кеңейтілген. 32 бап кіргізілді. Бұрын алқабилер соты өте ауыр қылмыстарды ғана қараса, енді ауыр және орташа санаттағы қылмыстық істерді қарай алады. Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының судьясы Досжан Әмір атап өткендей, алқабилер сотының аясын кеңейту әлемдік тәжірибеде бар. Негізгі мәселе бұл заңның үстемдік құруын қамтамасыз ету біріншіден, екіншіден халықтың сотқа деген сенімін арттыру мәселесі тұр. Ал енді осы жерде халықтың сотқа деген сенімін арттыру мәселесінде халықтың өкілдерінің өздерін тікелей осы іс қарауға қатыстыру арқылы біз қол жеткіземіз деп отырмыз. Бүгін Абай облысы әкімінің орынбасары Шалқар Байбеков пен Абай облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысы Ержан Әбілқасымовтың қатысуымен Абай облысында мүмкіндігі шектеулі жандар арасында спортты дамыту тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Спортты жаны сүйетін мүмкіндігі шектеулі жандар барлық аудандардағы мүгедек жандардың басын біріктіруді, жарыстарға шақырып, өздеріне қолайлы болатындай оңалту үйін салуды сұрайды. Облыс бойынша спорт саласында жеңіске жетіп жүрген паралимпиада өкілдері өте көп. Мүгедек жандардың көлік қатынасына, бассейнге баруға, тұрғын үй мәселелерін шешіп беруін өтінді. Басшылар сұрақтары тыңдалып, шешімін табатынын, барлық жағдайлар жасалатынын мәлімдеді. Үржар ауданының әкімі Нұржан Тілеужанұлының қатысуымен Абай облысының өңірлік коммуникациялар қызметінде 2022 жылда атқарылған жұмыстарды қорытындылау бойынша және де 2023 жылға жоспарланған жұмыстар жайлы баспасөз мәслихаты өтті. 27 ауылдық округ, 53 елді мекен, 70 мың тұрғыны бар Үржар ауданы Абай облысы бойынша экономикасымен де, өнеркәсіп саласымен де алдыңғы орындарда. Аудан бюджетінің нақтыланған шығыстары 11 миллиард 523 миллион теңгені құрап, жыл қорытындысында 99-да 7% игерілді. Аудан бюджетінің ішкі табысы 2 миллиард 518 миллион теңге көлемінде жоспарланған болатын, іс жүзінде 2 миллиард 682 миллион теңге салық жиналды. Жоспар 106,5%-ға орындалды. Аудан көлемінде жұмыс істеп тұрған шағын кәсіпкерлік нысандардың саны бүгінгі күнге дейін 5926-ға жеткен. 2022 жылдың қорытындысы бойынша ауданда 100-ге жуық жаңа жұмыс орындары ашылған. Үржар әуежайы қайтадан тұрғындарды тасымалдауда. Қону жолағының ұзындығы ұзартылып кеңейтілген. Бейнебақылау жарық сигналдық жабдық жүйесі орнатылу жоспарланған. 2022 жылы агроөнеркәсіп кешенін дамыту және ауданның ауыл шаруашылық тауарлар өндірушілерін қолдау мақсатында мемлекет тарапынан қолдау көрсетілді субсидия ретінде 1 миллиард 676 миллион теңге. Жаңа міндеттер аясында біз барлық салаларды жаңғыртып, мемлекет пен қоғам арасындағы өзара қарым-қатынасты жақсартудағы жасампаз жұмысты бірлесіп жалғастырамыз, деді өз сөзінде аудан әкімі Нұржан Тілеужанұлы.